Сәлем достар, ең алдымен подливкасын көрсетіп қояйын. Осындай етсіз жасалатын подливка өте дәмді, асқабақ қосылады. Күз мезгілі келді, енді асқабақтың маусымы басталды. Сондықтан сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Асқабақ организмге өте пайдалы, сондықтан міндетті түрде әрбір тағамға асқабақты қосып отырыңыздар. Ең алдымен фри дайындайтын боламыз. Фридің жасалу жолы және қалай қуырылатыны барлығы менің каналымда бар. Міндетті түрде описанияға мен ссылкасын қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасап көріңіздер. Ең алдымен керек заттарды айта кетейін. Болгар бұрышы, помидор, пияз, чеснок, асқабақ керек болады. Ең алдымен көк пиязымыз бен чеснок бұл жерде. Сіздер тек қана көк пиязды қолдана берсеңіздер де болады. Дәл осылай ұзынша етіп тураймыз да, пиязды да 4 бұрышты үлкен етіп турап аламыз. Чеснокты да дәл солай ортасынан бөліп ұзынша етіп турай саламыз. Болгар бұрышын турайтын боламыз. Болгар бұрышын осындай 4 бұрышты ірі етіп тураңыздар, сонда әдемі қуырылатын болады. Дәмі де білініп тұрады жеген кезде. Барлық болгар бұрышын турап болғаннан соң қызанақтарымызды тураймыз. Мендегі черри помидоры қызанағы, сіздер кәдімгі үлкен қызанақты майда бөліктерге бөліп үлкеніне етіп турасаңыздар болады. Сәбізімізді қабығын тазартып ашып алғаннан соң сәбізді ашитын, қабық ашитын теркамен осылай ұзынша етіп кесіп алыңыздар. Сонда тез піседі әрі жіңішке болып кесіледі. Дәл осылай сіздер де жасап алсаңыздар болады. Енді асқабақты турайтын боламыз. Ол үшін теркадан ұзынша етіп өткізіп алыңыздар. Тез әрі оңай піседі. Бұл подливка тез 15 минутта дайын болатындықтан сіздер де барлығын осылай жіңішке етіп алыңыздар. Қызып тұрған табамызға майымызды құйып, көк пияз бен пиязымызды салып жақсылап қуырып аламыз. Араластырып тұрып қуырып алыңыздар. Пияз біраз қуырылғаннан соң, енді болгар бұрышын салып, оны да 5 минут бойы қуырып алатын боламыз. Болгар бұрышы қатты езіліп кетпеу керек, орташа жұмсақ болып тұрса жетеді. Тұз саламыз және тағы да араластырамыз. Жаңа үкіштен ашылған сәбізімізді салып, оны да қуырамыз. Дәл осылай әдіспен жасайтын болсаңыздар, сәбіз өте тез піседі. Ал үлкен етіп турайтын болсаңыздар, сәбіздеріңіз қатты болып қалуы мүмкін. Барлығын жақсылап араластырамыз. Жаңағы туралған қызанағымызды салып, оны да бірге араластырып, қозғап тұрып қуырып аламыз. Бұл подливка өте тез дайындалады, сондықтан қолыңыз бос емес кезде немесе асығыс кезде дәл осыны жасап, түскі ас жасасаңыздар да болады. Енді күштен өткізілген асқабағымызды салып, кішкене араластырып, оны да 2-3 минуттай қуырып алатын боламыз. Барлығын араластырып қуырып алдық. Енді үстінен 50 грамм су құйып бұқтыратын боламыз. Қақпағын жауып 10 минутқа қалдырамыз. Барлығы сол кезде пісіп дайын болатын болады. Міне біздің тез әрі оңай жасалатын пайдалы подливкамыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте әдемі, дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міне біздің барлығы дайын болды. Енді дастарханымызға ұсынып қоя берсек болады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарасаңыз, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Қоңырауша белгісін бассаңыз, ең алғашқы болып менің барлық видео рецепттерімді көре алатын боласыз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Айгерім. Сау болыңыздар.